Барлықтарыңызға сәлем достар. Бүгінгі видео ағылшын тілін қалай тез үйренуге болады деп аталады. Видеоның пайдалы болатынына толықтай сенімдімін. Видеоның соңына дейін көріңіздер. Ағылшын тілін үйрену үшін ең алдымен ағылшын тілін қандай мақсатта үйренгіңіз келетінін анықтап алыңыз. Ағылшын тілін үйренген соң сіз қандай жетістіктерге жетесіз, не мақсатта қолданасыз, соны нақтылап алыңыз. Және соны үйрену барысында үнемі есіңізге салып, өзіңізді жігерлендіріп отырыңыз. Бәлкім сізге ағылшын тілі шетелге шыққан кезде керек шығар. Мүмкін шетел азаматтарымен еркін сөйлесу үшін, немесе жұмыс бабы бойынша, немесе болашақ мамандығыңызға керек болатын шығар. Және осы нәрселерді есіңізге ала отырып, өзіңізге мотивация беріп, ағылшын тілін үйренуге деген ынтық жігерлеріңізді арттырып отырыңыздар. Екінші, әлеуметтік желілердегі ағылшын тіліне қатысты бағдарламаларды жүктеу. Қазір дамыған заман. Біздің күнделікті қолданып жүрген ұялы телефондарымызда ағылшын тіліне қатысты бағдарламалар өте көп. Соларды жазып алу арқылы сіз ағылшын тіліне қызығушылықтарыңызды арттыра аласыздар. Және де ағылшын тіліндегі деңгейлеріңізді жоғарыта аласыздар. Ағылшын тілінде кітап оқу. Бұл әдіс сіздің тіл байлығыңызды арттырады. Ағылшын тілінде еркін сөйлеу үшін бұл әдістің көмегі өте зор. Ағылшын тілінде музыкаларды тыңдау. Бұл әдіс сіздің тыңдау қабілетіңізді жақсартады. Яғни сіз біреумен ағылшын тілінде сөйлескенде, ол кісінің айтқан сөзін еркін түсіне аласыз. Ағылшын тілінде сөйлеу деңгейіңіз белгілі бір дәрежеге жеткен кезде, оны өмірде қолданыңыз. Яғни сіз ағылшынша сөйлесіңіз, ағылшынша кинолар көріңіз. Осылайша сіз ағылшын тіліндегі дәрежеңізді белгілі бір дәрежеге дейін көтере аласыз. Ең бастысы, мақсатыңызға жету үшін тынбай еңбек ету керек. Бірақ ол үшін өте ұзақ уақытыңызды жұмсаудың қажеті жоқ. Ең бастысы тұрақтылық. Күнделікті сіз бір уақытыңызды арнап тұрыңыз. Сонда ғана сіз өзіңіз ойлаған білімді де ақылды ағылшын тілін білетін адам болып шығасыз.